Түнгі тас жол. Қап-қара қымбат көліктің тежегіші ащы дауыспен жер сызып тоқтады. Асфальт үстінде қан жоса болып сұлап жатқан дене. Көліктен атып шыққан бай мажор Вадимнің үрейден есі шығып, жас қыз Айзеренің жағасына жармасты. Сен бәрін көрдің, деді ол алқын-жұлқын. Маған қара. Саған ақша керек пе? Сіңлің өліп бара жатыр емес пе? Егер мына қылмысты өз мойныңа алсаң, мен саған кез келген соманы беремін. Кез келген. Сіңліңді құтқарасың. Сол сәтте Айзере өз бостандығын, өз жастығын, және өз болашағын бір бума ақшаға сатып жатқанын білмеді. Ол өзін 10 жылдық тамұққа, суық түрмеге өз еркімен айдап бара жатқан еді. Бірақ ең сорақысы бұл емес. Ең сорақысы ол түрмеден шыққанда өзі құтқармақ болған сіңлісінің тірі емес екенін, және сол түнгі құтқарушысы Вадимнің оны аяусыз алдап кеткенін білгенде не істейді? 10 жыл бойы темір тордың артында кектен басы айналған Зечка бостандыққа шықты. Енді оны ештеңе тоқтата алмайды. Ол Вадимнің империясын күл-талқан етіп, оны тірідей жер астына көмуге дайын. Бұл махаббат пен сатқындықтың, қанды кек пен кешірімнің хикаясы. Бұл оқиғаның соңы сіз күтпеген бұрылыспен аяқталады. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Терезе сыртындағы қара күздің суық жаңбыры ескі үйдің қабырғаларын аяусыз ұрғылап, әйнек бетімен мөлдір жас болып сорғалап ағып жатты. Сұрқай қаланың кешкі тыныштығын тек алыстан талып естілген көліктердің гүрілі мен желдің ысқырығы ғана бұзады. Алайда осы бір шағын төбесінен сіз өткен ескі пәтердің ішінде мүлдем бөлек әлем, жылылық пен мейірімге толы кішкентай ертегі орнаған еді. Айзере ас үйдегі ескі плитаның үстінде құймақ пісіріп жатты. Табаның шыжғырған дыбысы мен қолдан піскен тәтті нанның иісі бүкіл үй ішін жайлап алған. Ол күні бойғы ауыр жұмыстан шаршап тұрса да, жүзінен жылы жымиыс кетпеді. Оның бүкіл өмірі, бүкіл мағынасы мен әлемі қазір төргі бөлмеде ескі теледидардың алдында ертегі көріп отырған 8 жасар сіңлісі Ақерке болатын. Олар ерте жетім қалды. Тағдырдың қаталдығы оларды ерте есейтті, бірақ Айзере сіңлісінің пәк балалық шағын сақтап қалу үшін жанын салуға дайын еді. Ол күндіз түні көтерме сауда базасында еден жуып, белі бүгіліп 2 ауысымда жұмыс істесе де, Ақеркенің алдына келгенде шаршағанын ешқашан сездірмейтін. Ол үшін сіңлісінің күлкісі ең үлкен марапат еді. Тәте, қарашы, қандай күлкілі, деп Ақерке бөлмеден дауыстады. Оның сыңғырлаған күлкісі Айзеренің бойына сиқырлы қуат бергендей болды. Айзере қолдарын алжапқышына асығыс сүртіп, бөлмеге кірді де, сіңлісінің қасына жайғасты. Ақеркенің үлкен, қой көздері әрқашан сәл үрей мен шексіз сенімге толы болатын. Ол әпкесінің иығына басын сүйіп, жұп-жұқа саусақтарымен Айзеренің қолын мықтап қысты. Тәте, мен өскенде міндетті түрде мықты дәрігер боламын. Сосын сені ешқашан ауыртпаймын, жұмысқа да жібермеймін. Біз үлкен, жап-жарық үй сатып аламыз, деді Ақерке қиял әлеміне еніп. Әрине, жаным. Сен ең жақсы шипагер боласың. Сен мектепті алтын белгіге бітіресің, мен сені бүкіл әлемге мақтан тұтатын боламын, деп Айзере сіңлісінің маңдайынан мейірлене иіскеді. Сол кеште олар қарапайым астарын ішіп, ескі теледидардан шығатын комедияларды көріп, ұзақ күлді. Бұл олардың кішкентай ғана, бірақ сыртқы жаудан қорғалған берік бекінісі еді. Сырттағы суық әлем, кедейлік пен өмір тауқыметі бұл пәтердің табалдырығынан аттап кіре алмайтындай көрінетін. Айзере сіңлісіне қарап отырып, оны кез келген қауіп-қатерден өз өмірін қиып болса да қорғауға іштей серт берді. Алайда тағдырдың жазғаны олар ойлағаннан әлдеқайда қатыгез еді. Сол түні Ақеркені ұйықтатып, үстін қымтап жапқан Айзере, бұл олардың соңғы бейбіт кеш екенін білмеді. Есіктің сыртында, қараңғы түннің қойнауында олардың армандарын күл-талқан ететін үлкен қасірет әлдеқашан жақындап қалған болатын. Қабырғадағы ескі сағаттың тықылдаған дыбысы, алдағы сұмдықтың санаулы минуттарын есептеп тұрғандай суық естілді. Осы бір жылылыққа толы ертегінің соңы қан мен көз жасына толы трагедияға ұласатынын ешкім сезбеді. Айзеренің ертеңгі күні оның бүкіл болашағын өртеп жіберетін тамұққа айналады деп кім ойлаған? Сол түні Айзеренің түсіне ақ боран кірді. Айналаның бәрі апақ қар, суық,
тіпті тыныс алудың өзі мұң. Ол боранның арасында Ақеркені іздеп жүр екен, бірақ сіңлісінің дауысы тым алыстан, әлсіз естіледі. Шошып оянғанда бөлме іші әлі қараңғы еді. Тек қабырғадағы сағаттың тық-тық еткен дыбысы ғана түн тыныштығын бұзып тұрды. Айзере жүрегінің әлдебір жамандықты сезгендей суылдап қоя бергенін баса алмай, қайтадан көз ілді. Келесі күні бәрі әдеттегідей басталған. Күздің таңы сұрғылт тартып атып, Айзере жұмысқа асығыс жиналды. Ақерке мектепке баруға дайындалып, ас үйде шайын ішіп отырған. Оның жүзі әдеттегіден гөрі сәл бозарып кеткендей көрінді, бірақ Айзере оны ұйқысы қанбаған шығар деп ойлап, мән бермеді. «Тәте, менің бүгін басым сәл айналып тұрған сияқты» деді, Ақерке дауысы дірілдеп. Айзере сіңлісінің қасына келіп, маңдайын ұстап көрді. Ыстығы жоқ сияқты. «Жаным-ау, бәлкім демаларсың. Бүгін мектепке бармай-ақ қой» деді ол уайымдап. «Жоқ, бүгін математикадан бақылау жұмысы, мен баруым керек. Мен бестік алуым керек қой» деп Ақерке күшпен жымиды. Түс қайта Айзере жұмыста ауыр жәшіктерді тасып жүргенде, ұялы телефоны шыр ете қалды. Бейтаныс нөмір. Жүрегі аузына тығылғандай болып, тұтқаны көтерді. «Сәлеметсіз бе? Сіз Ақеркенің туысысыз ба? Тездетіп қалалық ауруханаға келіңіз». Қыз бала мектепте есінен танып қалды. «Жағдайы өте ауыр» деді суық дауыс. Айзеренің қолынан ұстап тұрған заты түсіп кетті. Ол қалай жүгіргенін, таксиге қалай мінгенін, аурухананың ұзын, ақ дәліздерімен қалай ұшқанын өзі де білмей қалды. Дәліздің иісі, дәрі-дәрмектің мүңкіген иісімен, ақ халаттылардың ары-бері жүгірісі оның санасын тұманша басты. Жансақтау бөлімінің алдында ол 2 сағаттай отырды. Әрбір минут Айзере үшін мәңгіліктей көрінді. Ол ернін тістеп, іштей Құдайдан тек тірі болсыншы деп жалбарынумен болды. Ақыры есік ашылып, бет әлпеті шаршаңқы, егде тартқан кардиолог дәрігер шықты. Ол көзілдірігін алып, Айзереге мұңлы жанармен қарады. Оның бұл көзқарасы кез келген сөзден де ауыр еді. «Сіз әпкесіз бе?» деп сұрады дәрігер төмен дауыспен. «Иә, мен». «Ақерке қалай? Оған не болды? Ол ояна ма?» Айзере дәрігердің халатынан ұстап алды. Дәрігер ауыр күрсінді. «Қызым, жағдай қиын. Біз тексеру жүргіздік. Сіңліңіздің жүрегінде туа біткен күрделі ақау бар. Бұл дерт осы уақытқа дейін білінбей келген, бірақ қазір клапанның бұзылу процесі өте жылдам жүріп жатыр. Жүрегі кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін». Айзере бұл сөздерді естігенде аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей болды. Ол қабырғаға сүйене кетті. Дүние алай-дүлей болып, құлағы бітеліп қалғандай. «Қалайша? Ол кеше ғана күліп жүреді ғой. Оны емдеуге болады ғой». «Иә. Қандай дәрі керек?» «Мен бәрін табамын», деді ол көз жасына ерік беріп. «Дәрі көмектеспейді» деді дәрігер басын шайқап. «Тез арада ота жасау керек. Бірақ мұндай күрделі отаны біздің елде жасамайды. Тек Германия немесе Израильдің мамандары ғана құтқара алады. Және бұл өте қымбат. Уақытымыз да өте аз. 1 ай, бәлкім, бірнеше апта ғана». Дәрігердің атаған сомасы Айзеренің құлағына өлім үкімі сияқты естілді. Ол сома базада еден жуатын жетім қыз үшін қол жетпес қиял, тіпті жұлдыздарға қол созғанмен бірдей еді. Ол аурухананың суық кафел еденіне отыра кетіп, бетін басып еңіреп жылады. Оның бақытты әлемі, кішкентай ертегісі бір-ақ сәтте күл талқан болды. Айзере палатаның әйнегінен сіңлісіне қарады. Ақерке көптеген түтікшелерге қосулы, беті апақ шүберектей болып, қозғалыссыз жатыр. Оның сол нәзік жүрегі қазір өмір үшін арпалысып жатқанын ойлағанда, Айзеренің іші қан жылады. «Мен сені өлімге қимаймын. Мен не болса да жолын табамын. Тіпті жанымды шайтанға сатсам да, сені құтқарамын», деп серт берді ол іштей, жұдырығын түйіп. Бірақ ол әлі білмейтін еді. Тағдыр оған бұдан да ауыр, бұдан да сұмдық таңдау дайындап қойғанын. Ол таңдау оның өмірін 10 жылға түрмеге қамайтын, ал сіңлісінің тағдырын беймәлім қылмыскердің қолына беретін зұлымдық еді. Аурухананың суық дәлізінде қалған Айзере үшін уақыт тоқтап қалғандай болды. Дәрігердің айтқан сомасы $10,000 оның санасында тынымсыз жаңғырып, миын шағып жатты.
Ол өмір бойы базада еден жуса да, тіпті ішпей жемей жинаса да, бұл қаражатты жинауға ондаған жыл керек еді. Ал Ақеркенің жүрегінде ондай уақыт жоқ. Оның кішкентай моторы әрбір соққан сайын тозуға жақындап, сөнуге шақ қалып тұр. Айзере сол түні үйіне келгенде, пәтердің іші қап-қараңғы, бос әрі суық көрінді. Ақеркенің аяқ киімі босағада әлі де жинаулы тұр, оның сүйікті қонжығы диван үстінде иесін күтіп жатқандай. Айзере еңіреп жылап жіберді. Ол пәтерді тінтуге кірісті. Анасынан қалған ескі алтын сырғаны, жалғыз сақинаны, тіпті теледидар мен тоңазытқыштың құжаттарын жинады. Бірақ бұлардың бәрін қосқанда, ота құнының 100-ден 1 бөлігіне де жетпейтін еді. Таң атпастан ол қаланың ең ірі қайырымдылық қорларына қарай жүгірді. Оның жүрегінде бір ғана үміт оты жылт-жылт етеді. Мейірімді жандар бар, олар көмектеседі. Алғашқы қордың кеңсесі жап-жарық, қымбат жиһаздармен жабдықталған екен. Хатшы қыз Айзеренің тозған киіміне менсінбеген кейіппен қарап құжаттарын алды. Біздің кезек өте үлкен, қарындас. Қазір 100-деген бала көмек күтіп тұр. Сіздің жағдайыңыз тым кеш анықталған, біз мұндай тәуекелге бара алмаймыз. Ереже солай, деді ол суық дауыспен. Айзере келесі қорға, сосын үшіншісіне барды. Бір жерде кезекке тұрыңыз десе, екінші жерде, біз тек онкологиямен айналысамыз деп есікті жауып жатты. Ол тізерлеп тұрып жалынды, көз жасын көл қылды, бірақ тас жүрек әлем оның қасіретіне соқыр болып шықты. Ешкімге бір жетім қыздың өмірі керек емес еді. Ол банктерге де барды. Бірақ базаның еден жуушысына кім несие берсін? Оның айлығы тіпті пайызын өтеуге де жетпейтіні. Банк қызметкерлері оған аянышпен қараса да, компьютердегі бас тарту деген қызыл жазуды өзгертпеді. Күн еңкейгенде Айзере қалалық саябақтың орындығына құлап түсті. Оның аяғынан әл кетіп, тамағына өксік тығылды. Қала өмірі қайнап жатыр. Қымбат көліктер зулайды, адамдар күліп барады, мейрамханалардан тәтті тамақтың иісі шығады. Осы бір байлық пен салтанаттың ортасында оның сіңлісі ақшаның жоқтығынан өліп бара жатыр. Бұл әділетсіздік Айзеренің жанын өртеп жіберді. Ол ауруханаға қайта келді. Ақерке есін жинапты. Оның жүзі боп-боз, еріндері кезеріп кеткен. Тәте, мен өлемін бе? Деп сұрады ол әлсіз дауыспен. Айзере сіңлісінің дірілдеген қолын ұстап, өтірік күлімсіреуге тырысты. Жоқ, жаным. Олай деме. Мен бәрін шештім. Жақында біз шетелге барамыз, сенің жүрегіңді емдейді. Сен әлі мектепке барасың, деді ол, бірақ іштей өз өтірігінен өзі қиналып тұрды. Тәте, мен қорықпаймын. Тек сені жалғыз қалдырғым келмейді, деді Ақерке демі таусылғандай болып. Айзере палатадан атып шықты. Ол дәлізде тұрып, еңіреп жылап жіберді. Оның ішінде бір сұмдық күш оянып жатқандай еді. Ол кез келген нәрсеге дайын болды. Ұрлыққа ма? Қылмысқа ма? Жанын шайтанға сатуға ма? Тек ақша табылса болды. Түнгі қаланың жарықтары жан-жақтан жарқырайды. Айзере есі ауған адамдай көше бойымен келе жатты. Ол өзінің бұл түнде кімді жолықтыратынын, тағдырының қандай кілт бұрылыс жасайтынын әлі білмеді. Дәл осы сәтте қаланың екінші шетінде, қымбат мейрамхананың алдында мас күйінде көлікке отырған бай мажордың жолы мен Айзеренің тағдыры тоғысуға санаулы минуттар қалған еді. Қандай құрбандық болса да, Айзере оған дайын еді. Бірақ ол құрбандықтың құны 10 жылдық өмір мен мәңгілік қасірет болатынын сезген де жоқ. Қала үстіне қорғасындай ауыр түн орнады. Күздің қара суық желі қаңғыбас иттей ұлып, көше бойындағы сирек шамдардың жарығын шайқап тұрды. Айзере ауруханадан шыққанда оның бойында жан қалмағандай еді. Ол өзін тірі өліктей сезінді. Іші бос, үміті үзілген, тек жүрегінің түбінде сіңлісінің әлсіз соққан жүрегі үшін өртеніп жатқан ызамен кек қана қалған. Ол жаяу келе жатты. Қайда бара жатқанын өзі де білмейді. Аяғындағы ескі бәтеңкесі су өткізіп, суық сүйегінен өтіп кетсе де, ол оны сезбеді. Оның санасында тек дәрігердің ақша табылмаса 1-2 аптадан аспайды деген суық сөзі ғана жаңғырып тұрды. Кенет қала шетіндегі тас жолдың бойында сұмдық оқиға орын алды. Қап-қара жылтыраған қымбат жол талғамайтын көлік үлкен жылдамдықпен зулап келіп, жол жиегінде тұрған жаяу жүргіншіні қағып кетті.
Соққының қатты болғаны сонша, бейбақ адам ауаға ұшып барып, асфальтқа қан-жоса болып құлады. Көлік тежегішінің ашы дауысы түн тыныштығын қақ жарып жіберді. Айзере шошып барып, жол жиегіне тығылды. Көліктен екі жігіт атып шықты. Олардың үстіндегі қымбат киімдері мен қолдарындағы алтын сағаттары Айзереге мүлдем бөлек әлемнің адамдары екенін айтып тұрғандай. Көлік жүргізушісі жасы 30-дар шамасындағы, шашы сәнделген, көздері мастықтан тұманған Вадим. Ол қан-жоса болып жатқан адамның қасына барып, үрейлене қарады. Бәлем, өліп қалды, деді Вадимнің қасындағы досы дауысы дірілдеп. Вадим, біттік. Егер полиция білсе, сенің әкең де құтқара алмайды. Бұл жолы нақты отырғызады. Мас күйінде адам қақтың. Вадим басын ұстап, ары-бері жүгірді. Оның бүкіл бай, салтанатты өмірі бір сәтте күлге айналайын деп тұрды. Ол жан-жағына қарап, тасада тұрған Айзерені көріп қалды. Оның көзінде бір сұмдық ой жылт ете қалды. Ол Айзереге қарай беттеді. Сен бәрін көрдің бе? Деді Вадим оның жағасынан алып. Оның аузынан қымбат коньяктың иісі мүңкіп тұрды. Айзере қорыққан жоқ. Ол Вадимнің көзіне тура қарады. Оның жанарында өлім де, өмір де жоқ еді. Көрдім. Сен адам өлтірдің, деді ол суық дауыспен. Вадим оны жібере салып, қалтасынан бір бума ақша шығарды. Тыңда, қарындас. Саған ақша керек пе? Мынау саған көріпкелдігің үшін емес. Маған құтқарушы керек. Егер сен мына көліктің рөлінде мен емес, сен болғаныңды айтсаң, мен саған кез келген соманы беремін. Кез келген. Айзеренің құлағына кез келген сома деген сөз жеткенде, ол селт ете қалды. Оның көз алдына ауруханада өліммен арпалысып жатқан Ақерке келді. Оның кішкентай жүрегінің соғысы. Менің сіңлім өліп бара жатыр, деді Айзере дауысы қатқыл шығып. Оған ота жасау керек. Өте қымбат ота. Шетелде. Вадимнің жүзіне қан жүгіргендей болды. Ол жемтігін тапқан жыртқыштай жымиды. Ота ма? Жүрек пе? Қанша керек? 50 мың? 100 мың? Мен ертең ақ бәрін төлеймін. Ең жақсы клиниканы тауып беремін. Сен тек рөлге отырсаң болды. Менің әкем адвокаттарды жалдайды, сен көп отырмайсың. Тек бірнеше жыл. Ал сіңлің осы уақытта сап-сау болып өседі. Ойлан. Оның өмірі сенің қолыңда. Айзеренің басы айналып кетті. Бір жағында бостандық пен сіңлісінің өлімі. Екінші жағында түрме мен Ақеркенің өмірі. Бұл таңдау емес, бұл тағдырдың қақпаны еді. Ол қан-жоса болып жатқан адамға қарады, сосын Вадимнің суық жанарына қарады. Сен сөзіңде тұрасың ба? Алдамайсың ба? Деді Айзере, оның дауысы енді шешім қабылдаған адамның дауысындай нық шықты. Сөз беремін. Менің атым Вадим, менің сөзім заң. Ертең ақ сіңліңнің шотына ақша түседі. Міне, келісім осы. Айзере көлікке қарай баяу басты. Әрбір қадамы оны бостандықтан алыстатып, қараңғы түрмеге жақындатып жатқандай еді. Ол рөлге отырды. Рульдің беті Вадимнің терінен дымқыл екен. Ол терең тыныс алып, алдындағы қанды жолға қарады. Мен дайынмын. Полицияны шақырыңдар, деді ол. Сол сәтте Айзере өз өміріне қол қойған еді. Ол өзін тірідей көмді. Бірақ оның көз алдында Ақеркенің күлімсіреген бейнесі ғана тұрды. Ол 10 жылдық тамұққа баруға бел байлады, тек қана сіңлісінің жүрегі соғуын тоқтатпаса болды. Алыстан полиция көлігінің дауысы естілді. Көк пен қызыл оттар түнгі қараңғылықты тіліп өтті. Айзере Вадимге қарады. Вадимнің көзінде жеңіс пен менсінбеушілік ойнап тұр еді. Ол бұл қыздың тағдырын қалай сатып алғанына қуанып тұрды. Ал Айзере болса, осы сәттен бастап оның өміріндегі ең үлкен қателікті жасағанын, ал Вадимнің бұл жақсылығының артында сұмдық сатқындық тұрғанын әлі сезбеген еді. Полиция көліктерінің көкшіл қызыл оттары түнгі аспанды тілгілеп, тас жолдың бойын суық жарыққа толтырды. Айзере рөлде қозғалмай отырды. Оның қолдары дірілдеп, жүрегі кеудесіне сыймай соғып жатты. Сыртта Вадим мен оның досы өз рөлдерін шебер ойнап шықты.
Олар өздерін куәгер ретінде көрсетіп, Айзеренің абайсызда адам қаққанын айтып, полицияға түсініктеме берді. Міне, мына қыз рөлде болды. Тым жылдам айдады, біз тоқтата алмай қалдық, деді Вадим жасанды үреймен. Оның көздері Айзереге қарағанда үндеме, бәрі бақылауда дегенді ишара еткендей болды. Айзерені сол жерден бірден ұстап, уақытша ұстау изоляторына алып кетті. Ол суық темір тордың артында отырып, тек бір ғана нәрсені ойлады. Вадим уәдесінде тұрды ма? Ақеркеге ақша аударды ма? Келесі күні таңертең оған Вадим жіберген адвокат келді. Қымбат костюм киген, суық жанарлы бұл адам Айзереге қағаздарды ұсынды. Тыңда, Айзере. Вадим мырза өз уәдесіне беріп. Ол сіңліңнің еміне қажетті соманы клиниканың шотына аударды. Міне төлем туралы құжаттың көшірмесі, деді адвокат суық жымиып. Айзере қағазға жабыса кетті. Онда расымен де үлкен сома мен Ақеркенің есімі жазылған. Осы сәтте оның иығынан ауыр жүк түскендей болды. Ол үшін енді өз басына не күн туса да бәрібір еді. Сіңлісі өмір сүреді, осы ой оның бүкіл қорқынышын жеңіп кетті. Енді сен мына құжатқа қол қоюың керек. Сен кінәңді толық мойындайсың. Мас күйінде көлік айдағаныңды, жылдамдықты асырғаныңды растайсың. Біз жазаны барынша жеңілдетуге тырысамыз, бірақ адам өлгендіктен түрмеден қашып құтыла алмайсың, деді адвокат. Айзере қаламды алып, ойланбастан қол қойды. Ол өз бостандығын сіңлісінің өміріне айырбастады. Бұл оның өміріндегі ең қымбат сауда еді. Сот процесі тез әрі қысқа болды. Залдың іші суық, адамдардың жанары қатал. Қаза болған адамның туыстары Айзереге қарғыс айтып, оны қаншер деп атап жатты. Ол басын төмен түсіріп, үндемей жылады. Ол бұл қарғыстардың Вадимге тиесілі екенін білсе де, бәрін үнсіз көтерді. Вадим болса сот залының артқы жағында отырып, оған менсінбеушілікпен қарап қояды. Ол өзін судан таза, сүттен ақ етіп шығарған құрбандығына риза еді. Судьяның үкімі соққы болып тиді. Сотталушы Айзере кінәлі деп танылып, жалпы режимдегі колонияда 10 жылға бас бостандығынан айырылсын. 10 жыл. Бұл сан Айзеренің құлағында бомба жарылғандай жаңғырды. Ол түрмеден шыққанда Ақерке бой жеткен қыз болады. Ол сіңлісінің алғашқы қадамдарын, мектеп бітіруін, алғашқы махаббатын көре алмайды. Бірақ ол іштей. Мейлі, ол тек тірі болса болды деп өзін жұбатты. Оны айдаумен түрмеге алып бара жатқанда Вадим адвокат арқылы соңғы хабарламасын жіберді. Уайымдама, сіңлің Германияға ұшты. Ота сәтті өтеді. Сенің еңбегің еленді. Айзере темір торлы терезеден қаланың жарықтарына қарап бара жатты. Ол өзінің 10 жылдық тамұққа бара жатқанын білді, бірақ ол Вадимнің сұмдық өтірікші екенін, ақшаның ешқайда аударылмағанын және Ақеркенің тағдыры әлдеқайда қараңғы боларын сезгенде жоқ еді. Вадим үшін Айзере тек пайдаланып, лақтырып тастайтын зат қана болды. Түрменің ауыр темір есігі Айзеренің артынан тарс жабылды. Ол бостандықпен қоштасты. Ал қаланың екінші шетінде, аурухана палатасында кішкентай Ақерке әпкесін күтіп, демі таусылып жатты. Вадим ешқандай отаға ақша төлемеген еді. Ол тек Айзеренің қолын құжатқа қойғызу үшін жалған қағаз көрсеткен болатын. Түрменің ауыр темір қақпасы Айзеренің артынан тарс жабылып, оны сыртқы әлемнен, күн сәулесінен және ең бастысы Ақеркеден мәңгілікке ажыратқандай болды. Мұндағы ауа мүлдем бөлек. Ол үмітсіздікпен, термен және тағдыры талқандалған әйелдердің ызасымен уланған. Күздің суық желі түрменің бетон қабырғаларын аралап, Айзеренің бойын тітіркендіре түсті. Оны алғашқы күні кәнігі қылмыскерлердің ортасына тастады. Мұнда ешкім сенің мұңыңды тыңдамайды, ешкім сенің көз жасыңа сенбейді. Бала қақтың ба? Мас болдың ба? Деген суық сұрақтар мен кекесін күлкілер оның жанын жаралады. Бірақ Айзере үндемеді. Оның жүрегіндегі жалғыз жылулық, Ақеркенің Германияда ота жасатып жатқаны туралы тәтті ой ғана еді. Ей, жаңа келген. Неменеге мөлиіп отырсың? Бұл жерде тілің болмаса, тез жем боласың, деді, камераның көсемі саналатын бетінде тыртығы бар егде әйел. Айзере оған тік қарады. Оның жанарында қорқыныш емес, терең бір мұң бар еді.
Менің сіңлім тірі қалса болды. Қалғаны маған бәрібір, деді ол жай ғана. Түрмедегі күндер бір-біріне ұқсас, сұрғылт әрі ауыр болды. Таңғы 6-да ояну, қара жұмыс, дәмсіз ботқа және темір кереует. Айзере тігін цехында 2 ауысымда жұмыс істеді. Ол өзін жұмыспен қинап, физикалық ауырсыну арқылы жан жарасын басуға тырысты. Әрбір тігілген киім, әрбір өткен сағат оны бостандыққа емес, ақеркемен қауышатын күнге жақындатып жатқандай көрінді. Алайда ең қиыны хабарсыздық еді. Вадимнің адвокаты бәрі жақсы болады деп уәде бергенімен, Айзереге ешқандай хат келмеді. Ол күн сайын пошташыны үмітпен күтетін, бірақ оның есімі ешқашан аталмайтын. Тәте, мен сені күтемін. Ақеркенің бұл сөздері оның құлағында күн сайын жаңғырып тұрды. Арада 3 ай өткенде Айзерені кенеттен бастықтың бөлмесіне шақыртты. Оның жүрегі бір жамандықты сезгендей суылдап қоя берді. Бастықтың үстелінің үстінде бір жапырақ қағаз жатты. Ол Айзереге аянышпен қарады. Саған хабарлама келді, деді ол қысқа ғана. Сенің сіңлің Ақерке 3 күн бұрын қалалық ауруханада қайтыс болыпты. Жүрегі шыдамаған. Айзере бұл сөздерді естігенде әлем асты үстіне түскендей болды. Құлағы бітеліп, айнала қап-қараңғы болып кетті. Қалайша? Ол Германияда емес пе еді? Оған ота жасалуы керек еді ғой. Деді ол дауысы қарлығып. Қандай Германия? Ол сол баяғы палатада жатқан. Оған ешқандай ақша аударылмаған. Аурухана оны соңғы сәтке дейін ұстаған, бірақ бастықтың сөзі аяқталмай қалды. Айзеренің ішінде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Сатқындық. Вадим оны алдады. Ол Айзеренің өмірін ғана емес, Ақеркенің соңғы үмітінде ұрлаған екен. Ол Айзерені түрмеге тығып тастап, уәдесін аяқ асты еткен. Ақерке әпкесін күтіп, жалғыздықта көмексіз жан тапсырған. Айзере сол жерде еденге құлап, жанын шырқырата айғайлап жіберді. Бұл адамның дауысы емес, жараланған аңның ұлығанына ұқсайтын. Ол өзін-өзі ұрып, бетонды жұдырығымен ұрғылады. Ол Вадимге сенген үшін, өзін осыншалықты ақымақ қылған үшін өзін жек көрді. Сол түннен бастап ескі Айзере өлді. Түрмедегі жуас, мұңлы қыздың орнына тас жүрек, жанарынан от шашқан кекті әйел келді. Ол бөлмесіндегі кереуеттің шетіне отырып, қабырғаға Ақеркенің есімін қашап жазып жатты. Вадим, сен менің барымды тартып алдың. Сен оның өмірін тозаққа айналдырдың. Мен 10 жыл отырамын ба, 20 жыл отырамын ба, бәрібір. Бірақ мен шыққан күні сенің өміріңді өз қолыммен тамұққа айналдырамын. Сен өлгің келеді, бірақ мен саған өлуге де рұқсат бермеймін. Деп іштей серт берді ол. Оның көз жасы тыйылды. Енді оның бойында тек бір ғана сезім қалды, ол қараңғы, суық және шексіз кек еді. Ол 10 жылдық жазасын өтеуге емес, сол кекке дайындалуға кірісті. Айзере үшін уақыт тоқтап қалғандай болды, бірақ күн артынан күн, жыл артынан жыл жылжып жатты. Түрме әлсіздерді езіп тастайтын, ал мықтыларды темірдей шыңдайтын қатал мекен. Ақеркенің қазасынан кейін Айзеренің бойындағы қорқыныш сезімі толықтай өлген еді. Енді оның өмірінің жалғыз мағынасы Вадимнен кек алу болды. Ол өзін-өзі өзгерте бастады. Түрмедегі кітапханадан заңгерлік кітаптарды, психологияны, тіпті құрылыс пен техникалық сызбалар туралы оқулықтарды бас алмай оқыды. Ол Вадимнің бизнесін, оның әлсіз тұстарын қалай тауып, соққы беру керектігін іштей жоспарлайтын. Айзере, сен тым көп оқисың. Бостандыққа шыққанда заңгер болғың келе ме? Деп сұрады бірде оның камераласы, жасы келген тәжірибелі әйел. Мен бостандыққа шыққанда жендет боламын, деді Айзере суық жымиып. Оның жанарындағы мұздай суық жылтыр серігін шошытып жіберді. Түрмеде ол өзін қорғай білуді де үйренді. Оған соқтығыспақ болғандардың бәрі Айзеренің қатал соққысымен ешқашан тайсалмайтын рухына тап болды. Бірнеше жылдан кейін бүкіл колония оны сыйлайтын және қорқатын болды. Ол үнсіз, бірақ кез келген сәтте атылуға дайын қабылан секілді еді. Осы 10 жыл ішінде сыртқы әлемде Вадимнің дәуірі жүріп жатты. Ол әкесінің көмегімен үлкен бизнес империя құрды, үйленді, беделді кәсіпкерге айналды. Ол сол баяғы тас жолдағы оқиғаны әлдеқашан ұмытқан.
Ол үшін Айзере өмірінің бір қараңғы парағы ғана, ол парақты ол жыртып қоқысқа тастаған. Вадим өзінің жайлы төсегінде ұйықтап жатқанда, қаланың шетіндегі темір тордың артында бір әйелдің әр түні оны қалай өлтіретінін армандап жүргенін сезгенде жоқ. 10 жылдың соңына қарай Айзеренің жүзіне әжім түсіп, жанары бұрынғыдан да тереңдей түсті. Оның қолдары жұмыстан қатайған, бірақ жүйкесі болаттай бері. Тұтқын: Айзере, заттарыңды жина. Босап шығатын уақытың келді деді күзетші, есікті ашып. Айзере орнынан баяу тұрды. Ол өзімен бірге ештеңе алған жоқ. Тек қойнына Ақеркенің кішкентай, ескі қуыршағының бір үзіндісін ғана тығып алды. Түрменің қақпасы ашылғанда оны ешкім күтіп тұрған жоқ еді. Күздің суық желі тағы да бетінен қақты, дәл 10 жыл бұрынғыдай. Бірақ бұл жолы ол үмітсіз жетім қыз емес, 10 жыл бойы кектің уымен қоректенген жыртқыш болып шықты. Ол қалаға бет алды. Ол алдымен Ақеркенің бейітіне барды. Қараусыз қалған, шөп басқан төбешік. Айзере тізерлеп отырып, топырақты сипады. Жаным, мен келдім. Мені 10 жыл күттің ғой. Енді кезек соныкі. Ол сенің әрбір көз жасың үшін, әрбір демің үшін жауап береді. Мен оған өлім сыйламаймын, өлім тым жеңіл жаза. Мен оны тірідей көмемін, деді ол дауысы дірілдеп. Ол орнынан тұрып, үстіндегі ескі күртесін жөндеді. Оның қалтасында 10 жыл бойы жинаған аздаған ақшасымен Вадим туралы жиналған толық ақпарат бар еді. Қаланың жарықтары жарқырап, Вадимнің жаңадан ашылған салтанатты қонақ үйінің жарнамасы көрініп тұрды. Айзере сол жарыққа қарай аяңдады. Кек алу операциясы басталды. Айзере қаланың орталығына жеткенде, айнала танымастай өзгеріп кеткен екен. 10 жыл бұрынғы сұрғылт ғимараттардың орнына шынымен қапталған зәулім үйлер бой көтеріпті. Бірақ Айзере үшін бұл қала әлі де сол баяғы өтірік пен сатқындыққа толы, тас жүрек мекен еді. Ол басына кепкісін баса киіп, Вадимнің ең ірі меншігі Империя ойын-сауық кешенінің алдына келді. Ғимараттың кіреберісіндегі алып экранда Вадимнің жүзі жарқ етіп шыға келді. Ол бұрынғыдан да толысқан, өзіне сенімді, қымбат костюм киген. Экрандағы жазу жыл кәсіпкері Вадим Сұлтанов деп жарқырап тұрды. Айзеренің еріндері жыбырлап, жүрегіндегі мұздай кек оты лап ете қалды. Сен менің өмірімді күлге айналдырып, сол гүлдің үстіне салтанат құрыпсың ғой, Вадим. Көрейік, бұл салтанатын қаншаға созылар екен деп ойлады ол. Айзере алдымен өзіне жұмыс табуы керек еді. Ол кез келген адам тани алмайтындай етіп сырт келбетін өзгертті. Шашын қысқа қиып, қара түске бояды, көзіне қара көзілдірік тақты. Ол Вадимнің кешеніне жақын маңдағы ескі қоймаға күзетші болып жұмысқа орналасты. Бұл жерден кешеннің барлық кіріс шығысы, күзет жүйесі мен Вадимнің қай уақытта келіп кететіні анық көрінетін. Түні бойы Айзере ұйықтамай, Вадимнің күнделікті кестесін зерттеді. Ол Вадимнің тек бизнесмен ғана емес, сонымен қатар таза емес істермен айналысатынын, заңсыз ойын бизнесін дөңгелетіп отырғанын білді. Айзере түрмеде заңды ғана емес, заңсыз әлемнің де тілін үйренген еді. Ол өзінің ескі таныстарын, түрмеден шыққан беделді адамдарды тауып, Вадимнің осал тұстарын қаза бастады. Ол Вадимнің ең жақын досы, баяғы жол апатында көлікте бірге болған Арманды тауып алды. Арман қазір Вадимнің қарамағында екінші деңгейлі менеджер болып жұмыс істейді екен. Бірақ оның араққа салынып, Вадимге деген іштей реніші бар екенін Айзере бірден аңғарды. Бір күні кешкісін Айзере Арманды арзан кафеден шыға бергенде тосып алды. Арман, 10 жыл бұрынғы тас жолды ұмытқан жоқсың ба? Деді Айзере көлеңкеден шығып. Арман селк ете қалды. Ол алдында тұрған әйелді бірден тани алмады, бірақ даусындағы суық сес оның денесін түршіктіріп жіберді. Сен кімсің? Деді ол кекештеніп. Мен Айзеремін. Сендер түрмеге тыққан сіңлісінің қазасына себепкер болған зечкамын. Вадим сені де аямайтынын білесің ғой, Арман. Ол сені кез келген сәтте құрбандыққа шала салады. Арманның жүзі боп-боз болып кетті. Маған тиіспе. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бәрін Вадим ұйымдастырды. Мен білемін. Сондықтан саған мүмкіндік беремін. Маған Вадимнің ең жасырын сейфінің коды мен оның жер астындағы заңсыз кеңсесінің сызбасы керек. Егер берсең тірі қаласың.
Бермесең 10 жыл бұрынғы істі қайта қозғаймын. Бұл жолы екеуің де бірге кетесіңдер, деді Айзере оның көзіне тік қарап. Арман қорыққаннан бәріне келісті. Айзере енді тек соққы беретін сәтті күтті. Ол Вадимді жай ғана өлтіргісі келмеді. Ол Вадимнің бүкіл әлемін, оның беделін, ақшасын, еркіндігін бәрінде бір-ақ сәтте жойып жіберуді жоспарлады. Ол Вадимнің жаңадан ашылған жер асты сауна клубына келетін күнін білді. Ол жер Вадим мен оның бандасының ешкімге білінбей көңіл көтеретін, қылмыстық істерді талқылайтын жабық мекені еді. Айзере қолына қара қолғап киіп, белбеуіне құрал саймандарын бекітті. Оның жанарынан Ақеркенің бейнесі мен 10 жылдық азаптың оты көрініп тұрды. Бүгін түн есеп айырысатын түн, деді ол өзіне өзі. Түн ортасы ауған шақ. Қаланың астында, зәулім ғимараттардың бетон табанының астында мүлдем бөлек өмір қайнап жатты. Вадимнің ең жасырын, ең қымбат ойын-сауық мекені бункер клубы бүгінде қонақтарға толы. Мұнда заң жүрмейді, мұнда тек билік пен ақшаның үні естіледі. Вадим өзінің жеке кабинетінде былғары креслода шіреніп отырды. Оның қасында баяғы сол жол апатында бірге болған достары Арман мен Ербол бар. Олар алдарындағы қымбат вискиді ішіп, жаңадан қолға түсірген ірі теңдерді тойлап жатты. Естеріңде ме, 10 жыл бұрын бір ақымақ қыз біз үшін түрмеге кетіп еді ғой, деді Вадим масаттанып күліп. Қазір ол қайда екен? Мүмкін, әлі күнге дейін темір тордың артында еден жуып жүрген шығар. Достары қосыла күлді. Олар үшін Айзере әлдеқашан ұмытылған, пайдаланып лақтырылған зат қана еді. Бірақ дәл осы сәтте клубтың электр жүйесінде ақау шығып, жарық сөніп барып, мүлдем өшіп қалды. Клубтың ішін үрейлі қараңғылық басты. Не болып жатыр? Күзет қайда қарап отыр? Вадим орнынан атып тұрды. Кенет, бөлменің бұрышындағы динамиктен сықырлаған дыбыс шығып, таныста бейтаныс суық дауыс естілді. 10 жыл. 10 жыл бойы мен осы күнді армандадым, Вадим. Сен менің барымды тартып алдың, ал мен сенің жаныңды аламын. Бөлменің ортасындағы монитор кенеттен жарқ етіп қосылды. Экранда Ақеркенің ауруханадағы соңғы суреттері мен Айзеренің түрмедегі суреттері бірінен соң бірі ауысып жатты. Вадимнің жүзі боп-боз болып кетті. Кім бұл? Күзет, деп айғайлады ол. Бірақ жауап орнына есіктің сыртынан ауыр темірдің сықырлаған дыбысы естілді. Айзере сырттан есікті бекітіп тастаған еді. Бөлме ішіне баяу ғана түтін жайыла бастады. Бұл қарапайым түтін емес, адамның ерік жігерін жасытып, ұйқыға тартатын газ болатын. Вадим мен оның достары жөтеліп, бастарын ұстап, жерге құлай бастады. Есік баяу ашылып, қараңғылықтың ішінен Айзере шықты. Оның үстінде қара былғары киім, қолында темір арқан мен құрал саймандар бар. Оның жанарынан от шашып тұрғандай еді. Ол есінен танып бара жатқан Вадимнің қасына келіп, еңкейді. Ойын басталды, Вадим. Сен мені Зичка деп ойладың ба? Жоқ, мен сенің ажалыңмын. Бірақ мен сені бірден өлтірмеймін. Сен менің сіңлім қалай қорықса, солай қорқатын боласың. Сен жарықты аңсайсың, бірақ тек қараңғылықты көресің. Сен бостандықты аңсайсың, бірақ мәңгілікке жер астында қаласың, деді Айзере сыбырлап. Айзере Вадим мен оның екі досын алдын ала дайындап қойған арнайы жүк арбасына салып, клубтың ең терең, ешкім білмейтін қоймасына қарай сүйрей жөнелді. Ол бұл жерді Арманнан алған сызба арқылы жақсылап зерттеп алған еді. Бұл қаланың кәріз жүйесімен жалғасатын, бетонмен құйылған ескі цистерна болатын. Ол үшеуін цистернаның ішіне кіргізіп, қол-аяқтарын мықтап байлап тастады. Олар естерін жиғанда өздерінің жердің астында, тар әрі дымқыл темір сауыттың ішінде екенін түсінді. Төбеде тек кішкентай ғана тар көзді тесік бар, одан ешқандай жарық түспейді. Айзере цистернаның үстіне шығып, тордан төмен қарады. Міне, сендердің жаңа үйлерің. Мұнда алтын сағатта, қымбат виски де жоқ. Мұнда тек шындық қана бар. Мен сендерге күніне бір рет су мен нан тастап тұрамын. Сендер өзіңнің жасаған қылмыстарыңды еске түсіріп, бір-біріңнің етін жейтін боласыңдар, деді ол қатыгездікпен. Айзере, тоқта. Мен саған бәрін беремін. Ақша, үй, бизнес. Тек жіберші. Вадим төменнен жан дауысы шыға айғайлады.
Айзере цистернаның ауыр қақпағын жауып жатып, соңғы сөзін айтты. Маған сенің ақшаң керек емес. Маған сенің азабың керек. Сен 10 жыл бойы менің өмірімді ұрладың, енді мен сенің қалған өміріңді иемденемін. Қақпақ тарс етіп жабылды. Темірдің темірге тиген дыбысы Вадим үшін бостандықпен қоштасу үкімі сияқты естілді. Жер астындағы абсолютті қараңғылық пен тыныштық орнады. Айзере үстіне жерді тегістеп, үстіне ауыр бетон блоктарды жылжытып қойды. Енді бұл жерді табу мүмкін емес еді. Ол сыртқа шыққанда таң атып келе жатыр екен. Күннің алғашқы сәулесі Айзеренің жүзіне түсті. Ол терең тыныс алды. Оның кегі әлі аяқталған жоқ еді, бірақ ең басты қылмыскерлер өз тамұғын тапты. Жердің астында бетон мен темір құрсауында қалған Вадим мен оның достары үшін уақыт өз мағынасын жоғалтты. Цистернаның іші тастай қараңғы, тек жоғарыдағы кішкентай көзден келетін суық ауа ғана олардың әлі тірі екенін білдіретін. Алғашқы сағаттарда Вадим айғайлап қабырғаны ұрып, босатуды талап етті. Бірақ оның дауысы бетон қабырғаларға тиіп, өзіне жаңғырық болып қана қайтып жатты. Ербол, Арман, тұрыңдар. Бірдеңе істеңдер. Деп ақырды Вадим қараңғылыққа. Не істейміз, Вадим? Деді Ерболдың дауысы дірілдеп. Біз жердің астындамыз. Ешкім біздің қайда екенімізді білмей. Сен сол қызды алдамауың керек еді. Бәрі сенің кесірің. Қараңғылық пен аштық адамның ішіндегі ең сұмдық қасиеттерді оятады екен. Бір кездегі бөлінбес достар енді бір-бірін кінәлап, өзара ырылдаса бастады. Олар Вадимнің байлығы мен билігі бұл жерде ештеңеге жарамайтынын түсінгенде, нағыз хайуандық бейнелері ашылды. Ал сыртта Айзере өзінің жоспарының екінші кезеңін бастап кеткен еді. Ол тек Вадимді қамап қана қоймай, оның 10 жыл бойы жинаған империясын күл-талқан етпек болды. Ол Арманнан алған құжаттар мен Вадимнің заңсыз кеңсесіндегі ақпараттарды пайдаланып, оның бүкіл қаржылық қылмыстарын әшкерелейтін айғақтарды құқық қорғау органдарына, салық қызметіне және баспасөз өкілдеріне жібере бастады. Бір күннің ішінде Вадим Сұлтановтың есімі жыл кәсіпкерінен жылдың ең ірі қылмыскеріне айналды. Оның есепшоттары бұғатталып, нысандарына тінту жүргізілді. Оның әйелі мен жақындары Вадимнің кенеттен жоғалып кеткеніне алаңдағанымен, оның артынан шыққан сұмдық шындықтардан кейін одан теріс айнала бастады. Айзере күн сайын түнде цистернаның басына келетін. Ол бетон блоктарды жылжытып, таркөзден төменге бір бөлке нан мен бір шөлмек су тастайтын. Төменнен шыққан аш адамдардың таласқан дыбыстары мен қарлыққан дауыстарын тыңдау ол үшін ең ауыр, бірақ әділетті музыка еді. Айзере. Жалындым. Өлтірші мені, тек мұнда қалдырмашы. Вадимнің дауысы енді менмен емес, аянышты естілді. Айзере төменге еңкейіп, баяу тіл қатты. Вадим, сенің сіңлімде осылай жалынған еді. Ол ауруханада жалғыз жатқанда, сен оның ақшасын қымбат шампанға жұмсап жаттың. Сен оның соңғы демін ұрладың. Енді сенің бостандығыңды мен ұрладым. Сенің империяң құлады. Сені енді ешкім іздемейді, өйткені бәрі сені шетелге қашып кетті деп ойлайды. Сен заң алдында да, адамдар алдында да өлдің. Айзере қақпақты тағы да тарс жауып, үстіне топырақ шашты. Ол Вадимнің бүкіл әлемін қалай қиратқанын көру үшін қалаға оралды. Вадимнің ең зәулім кеңсесінің алдында оның мүлкін тәркілеп жатқан полиция көліктерін көргенде, Айзеренің жүрегінде алғаш рет жеңілдік пайда болды. Бірақ ол жеңілдік ұзаққа созылмады. Өйткені кек алу 200-ді қанжар сияқты. Ол жауынды ғана емес, өзіңді де іштей кеміріп тауысатынын Айзере сезе бастады. Оның түсіне күн сайын Ақерке кіретін. Бірақ Ақерке бұл түстерде күлімдемейді, ол тек әпкесіне мұңлы жанармен қарап тұратын. Цистерна ішіндегі ауа барған сайын ауырлап, адам төзгісіз жағдайға жетті. 3 адам Вадим, Арман және Ербол 10 күннен астам уақыт бойы қараңғылық пен белгісіздіктің тұтқынында. Аштық пен шөлден гөрі оларды іштей жеп жатқан қорқынышпен бір-біріне деген өшпенділік әлдеқайда сорақы еді. Жарық жоқ жерде адамның санасы бұлдырап, шынайы әлем мен елестің арасы жоғала бастайды. Оларға Ақеркенің сыңғырлаған күлкісі, Айзеренің сот залындағы үнсіз жанары елестеп, құлақтарына түрлі дыбыстар келе бастады. Бәрі сенің кесірің, Вадим. Деп ырылдады Арман.
Оның дауысы тамағына құм құйылғандай қарлыққан. Сен ештеңе болмайды, бәрін сатып аламыз дедің. Міне, сатып алғаның. Енді мына темір табыттың ішінде шіритін болдық. Жағыңды жап. Вадим қараңғылықта Арманды ұрып жібермек болды, бірақ әлсіздіктен мүлт кетіп, темір қабырғаға соғылды. Менің ақшам әлі де бар. Мені іздейді. Әкем мені табады. Сені ешкім іздемей, деді Ербол суық күліп. Айзере сенің бүкіл ақшаңды ұрлап, қылмыстарыңды ашты. Сен қазір іздеудегі қылмыскерсің. Әкең де сенен бас тартты. Сен бізді өзіңмен бірге осы көрге сүйредің. Осы сөздерден кейін қараңғылықта төбелес басталды. Бір кездегі достар енді бір үзім нан мен соңғы жұтым су үшін емес, жиналған ыза мен кек үшін бірін-бірі қылқындыра бастады. Олар хайуанға айналған еді. Дәл осы сәтте жоғарыдағы бетон блоктардың жылжыған дыбысы естілді. Таркөз ашылып төменге фонардың ашы жарығы түсті. Үшеуі де көздері қарығып, қолдарымен беттерін басты. Жоғарыда Айзере тұрды. Көріп тұрмын, сендер жаңа өмірлеріне тез үйреніпсіңдер, деді ол суық дауыспен. Айзере. Вадим тізерлеп тұрып, жоғарыға қолдарын созды. Өтінемін. Мені өлтірші. Атып таста, пышақтап кет, бірақ мына жерден шығаршы. Мен шыдай алмаймын. Айзере фонарды Вадимнің жүзіне бағыттады. Оның 10 күн бұрынғы тәкаппар кейпінен ештеңе қалмаған. Беті қолы қан жоса, үсті басы кір, жанарында тек жабайы үрей бар. Өлтіру. Айзере ашы жымиды. Өлім деген сыйлық. Ал сен сыйлыққа лайық емессің. Сенің сіңлімде осылай жалынғанда, сен не істедің? Сен оған есікті жауып кеттің. Енді мен де солай істеймін. Тоқта, деп айғайлады Арман. Ол Вадимнің кінәсі. Мені жіберші, мен саған куәлік беремін, бәрін айтып беремін. Айзере оларға жиіркенішпен қарады. Сендердің куәліктерің енді ешкімге керек емес. Сендер әлем үшін әлдеқашан жоқсыңдар. Айзере Таркөзді жаппақ болғанда, кенеттен оның артынан бейтаныс дауыс шықты. Айзере. Тоқта. Бұл сенің қолың емес. Айзере сергетіп, артына бұрылды. Қараңғылықта оның түрмедегі жалғыз досы, егде жастағы бұрынғы заңгер әйел Маржан тұр еді. Ол Айзеренің босап шыққаннан кейінгі іс-әрекеттерін сезіп, оны іздеп келген екен. Маржан тәте. Сіз мұнда қалай? Айзеренің дауысы дірілдеп кетті. Кек сенің жүрегіңді тасқа айналдырып барады, балам, деді Маржан баяу басып жақындап. Оларды осылай қалдырсаң, сенде олардан еш айырмашылығың болмайды. Сен өз қолыңмен оларды өлтірсең, Ақеркенің аруағы риза болады деп ойлайсың ба? Ол сенің қылмыскер болғаныңды қалаппайды. Айзере фонарды жерге түсіріп алды. Оның иығы селкілдеп, өксік тамағына тығылды. 10 жылдық азап, Ақеркенің өлімі, Вадимнің сатқындығы, бәрі бір сәтте үлкен толқын болып оны басып қалғандай болды. Мен не істеуім керек? Деп сыбырлады Айзере. Олар жазасыз қалуы керек пе? Жазаны заң мен Құдай береді, Айзере. Сен оларды тірідей көмсең, өзіңді де солармен бірге көмгенің. Оларды полицияға бер. Сенде барлық дәлелдер бар. Олар бостандықты көрмейді, бірақ сенің қолың қанға былғанбайды. Айзере төмендегі үрейлі дауыстар мен Маржанның жылы жанарының арасында қалды. Оның ішінде екі сезім арпалысып жатты. Бірі Вадимді осы жерде шіріту, екіншісі Ақеркенің аруағы алдында таза болу. Жер астындағы қапас пен үстіндегі күздің суық желі соққан бос кеңістік арасындағы үнсіздік тым ұзаққа созылды. Айзеренің қолындағы бетон блоктарды жылжытатын темір сүймені жерге сырғып түсті. Төменнен Вадимнің жіберші деген жалынышты үнімен Ерболдың ыңырсыған дыбысы естіліп жатты. Олар бұл жерде адамдық кейіптен жұрдай болған еді. Маржан тәте Айзеренің иығына қолын қойды. Оның алақанының жылуы Айзеренің 10 жыл бойы мұздап қалған жүрегін жібіткендей болды. Айзере, балам, кек, бұл тұзды су ішкенмен бірдей. Ішкен сайын шөлің қанбайды, керісінше өзегіңді өртей береді. Сен оларды мына жерде шірітсең, өміріңнің соңына дейін осы қылмыстың елесімен өтесің. Ақерке сенің мұндай болғаныңды қалар ма еді?
деді Маржан биязы, бірақ нық дауыспен. Айзеренің көз алдына Ақеркенің соңғы күлкісі келді. Ол өте нәзік, өте таза еді. Ол тіпті өзіне жамандық жасағандарды кешіре салатын ақкөңіл бала болатын. Егер Ақерке қазір осы жерде болса, әпкесінің мына қатыгездігінен шошып кетер ме еді? Айзере терең тыныс алып, аспанға қарады. Содан соң шешім қабылдағандай фонарды алып, төменге, Вадимнің тура бетіне бағыттады. Вадим, сенің бағың бар екен. Сен менің қолымнан өлмейсің. Мен сені өзім сияқты қылмыскер болуыма лайық емес деп шештім, деді Айзере суық дауыспен. Ол қалтасынан телефонын шығарып, 102 нөмірін терді. Сәлеметсіз бе? Мен Сұлтанов Вадимнің және оның сыбайластарының қайда екенін білемін. Иә, іздеудегі қылмыскерлер. Олар қала шетіндегі ескі ойманың астындағы цистернада қамаулы тұр. Тез келіңіздер. Төменде Вадим мен оның достары полиция. Деген сөзді естігенде алғаш рет қуанды. Олар үшін түрме мына қараңғы көрден құтылудың жалғыз жолы жұмақпен бірдей көрінді. Олардың бостандықтан гөрі тірі қалуды ғана ойлаған сәті Айзеренің кегінің орындалғанын көрсетті. Ол оларды емес, олардың рухын, тәкаппарлығын, билігін өлтірді. Жарты сағаттан соң айналаны сиренаның дыбысы кернеді. Көк пен қызыл оттар айналаны жарық қылды. Полиция жасағы Вадим мен оның достарын цистернадан шығарып алды. Олар жарыққа шыққанда көздерін аша алмай, бүрісіп, еңбектеп жүрді. Вадимнің үстіндегі қымбат костюмнің жұрнағы да қалмаған, ол кез келген қаңғыбастан да аянышты көрінді. Айзере шетте тұрып, олардың кісенделіп, полиция көлігіне тиеліп жатқанын үнсіз бақылап тұрды. Ол Вадимге соңғы рет жақындады. Вадим оны көріп денесі түршіп кетті. Енді сен де менің жолыммен жүресің, Вадим. Бірақ менің жүрегім таза, ал сенің ар-ұжданың өмір бойы Ақеркенің аруағынан қашып құтыла алмайды. 10 жылдан кейін шықсаң да сенің империяңнан күлде қалмайды, деді ол сыбырлап. Вадим жауап бере алмады, оның жанарында тек бос кеңістік пен үрей ғана қалған еді. Полиция көлігінің есігі тарс жабылды. Айзере Маржан тәтеге бұрылып, рахмет сізге. Мені өзімнен құтқарып қалдыңыз, деді. Енді қайда барасың? Деп сұрады Маржан. Білмеймін. Бұл қалада мені ештеңе ұстап тұрған жоқ. Тек. Айзере Ақеркенің бейітіне қарай қарады. Тек Ақеркемен соңғы рет қоштасуым керек. Сол түні Айзере алғаш рет тыныш ұйықтады. Бірақ бұл әлі соңы емес еді. Оның алдында жаңа өмір мен өткеннің жараларын емдеудің ұзақ жолы тұрды. Қалалық сот ғимаратының алдында ине шаншар жер жоқ. Бұл жолғы процесс 10 жыл бұрынғыдан мүлдем өзгеше. Ол кезде Айзере сот залында жалғыз, қорғансыз, бәрі оған қарғыс айтып тұрған еді. Ал бүгін айыпталушы орындығында Вадим Сұлтанов пен оның сыбайластары отыр. Олардың айналасындағы күзетте, адвокаттар да оларды халықтың ашуынан қорғай алмайтындай көрінді. Айзере сот залына баяу кірді. Үстіне жинақы қара көйлек киген, шашын түйіп алған. Оның жүзінде кек те, ашу да жоқ, тек мұздай суық сабырлық қана бар. Ол куәгерлер орындығына жайғасқанда Вадим оған қарауға батылы бармай, басын төмен салып отырды. Цистернадағы 10 күн оны мүлдем басқа адам қылған, ол ерік жігері құм болған, көлеңкесінен қорқатын көлеңкеге айналған. Куәгер, 10 жыл бұрынғы оқиғаны және соңғы айда болған жайттарды баяндап беріңіз, деді судья. Айзере орнынан тұрды. Оның дауысы бүкіл залға анық естілді. Ол Вадимнің қалай адам қаққанын, оны қалай алдағанын, сіңлісі Ақеркенің еміне ақша аудармай, өлімге қиғанын бүге-шігесіне дейін айтып берді. Сондай-ақ Вадимнің жер астындағы заңсыз бизнесі, парақорлығы мен адамдарды қалай қорлағаны туралы жиналған барлық құжаттарды сотқа ұсынды. Мен оларды жер астына қамадым, деді Айзере ашық мойындап. Олар менің сіңлім сияқты қорқыныш пен қараңғылықты сезінсін дедім. Бірақ мен оларды өлтірген жоқпын. Мен оларға заң бермеген мүмкіндікті өкінуге мүмкіндік бердім. Бірақ олардың бойында өкініш емес, тек өз қарабасын аман алып қалу ғана бар екенін көрдім. Сот залындағы жұрт гу ете қалды.
Вадимнің адвокаттары Айзерені адам ұрлаушы деп айыптауға тырысты, бірақ Айзеренің қолында Вадимнің қылмыстарын дәлелдейтін айғақтар соншалықты көп еді. Адвокаттардың сөзі желге ұшты. Сонымен қатар, Вадимнің заңсыз жолмен тапқан миллиардтаған қаржысы мен жылжымайтын мүліктері туралы ақпарат шыққанда, сот процесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Судья үкімді оқыды. Сұлтанов Вадим мен оның сыбайластары кісі өлтіру, парақорлық, заңсыз кәсіпкерлік және алаяқтық бойынша кінәлі деп танылсын. Вадим Сұлтановқа 25 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілсін. Оның барлық мүлкі тәркіленіп, мемлекет пайдасына өткізілсін. Айзеренің өзіне адамды заңсыз бас бостандығынан айырған үшін шартты түрде жаза берілді. Бірақ ол үшін бұл маңызды емес еді. Ол залда тұрып, Вадимнің қолына кісен салынып, оны айдаумен алып бара жатқанын көрді. Вадим дәл 10 жыл бұрын Айзереге қарағандай, енді Айзере оған жоғарыдан төмен қарап тұрды. Соттан кейін Айзере Вадимнің тәркіленген мүлкінің бір бөлігін, оның зәулім үйлері мен қымбат көліктерін сатудан түскен қаражатты Ақерке атындағы қайырымдылық қорына аударды. Бұл қор жүрек ақауы бар, еміне қаражаты жоқ, жетім балаларға көмектесу үшін құрылды. Енді ешбір бала Ақерке сияқты қараусыз қалмайды. Ешбір әпке мен сияқты таңдау жасауға мәжбүр болмайды, деді Айзере журналистерге берген сұхбатында. Кеш батқанда ол тағы да Ақеркенің бейітіне келді. Бұл жолы бейіт шөп басқан ескі төбешік емес, айналасы гүлмен қоршалған, аппақ мәрмәрдан жасалған ескерткіш еді. Ескерткіште күлімдеп тұрған Ақеркенің бейнесі қашалған. Мен уәдемде тұрдым, жаным. Ол жазасын алды. Сенің есімің енді мыңдаған баланы құтқаратын болады. Енді менің де кетуімге. Айзере бейітке гүл қойып ұзақ тұрды. Бірақ ол бұрылып бара жатқанда артынан бір кішкентай баланың дауысы естілді. Тәте, сіз Айзересіз бе? Айзере жалт бұрылды. Оның алдында үлкен көзді, жүзі Ақеркеге тым ұқсас 8 жасар қыз бала тұр еді. Бұл кім? Бұл қыздың Айзеренің өміріне қандай қатысы бар? Айзеренің алдында тұрған кішкентай қыздың мөлдіреген жанары мен үлпілдеген шаштары сонау 10 жыл бұрынғы Ақеркенің бейнесін еске түсірді. Тіпті үстіндегі көйлегі де Ақеркенің ең жақсы көретін ақ көйлегіне ұқсас екен. Айзеренің жүрегі селт етіп тамағына өксікті қылды. Сен кімсің, жаным? Деді Айзере дауысы дірілдеп, баланың алдына тізерлеп отырып. Менің атым Кәусар. Маған бір апай. Мына гүлді Айзере тәтеңе бер, ол сенің жүрегіңді құтқаратын періште, деді деп кішкентай қыз қолындағы бір шоқ бақыт гүлін Айзереге ұсынды. Айзере гүлді алып жатып, баланың арғы жағында тұрған Маржан тәтені көрді. Маржан тәте жылы жымиып, баяу басып жақындады. Бұл Кәусар, деді Маржан тәте баланың басынан сипап. Ол да жетімдер үйінен. Және оның да жүрегі ауырады. Дәрігерлер Ақеркенің жағдайы сияқты өте күрделі ақау бар дейді. Сен құрған Ақерке қорының алғашқы көмек алатын баласы осы болма. Айзере Кәусардың кішкентай, нәзік қолын өз алақанына алды. Бұл қолдардың жылуы оның 10 жылдық суық мұзын бір жола ертіп жібергендей болды. Ол Кәусардың жанарынан өлімді емес, өмірге деген шексіз құштарлықты көрді. Кәусар, қорықпа. Мен сені ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Біз бірге шетелге барамыз, сенің жүрегіңді емдейміз. Сосын сен де ең мықты дәрігер боласың, деді Айзере балаға емес, өзінің өткен шағына Ақеркеге айта алмаған сөздерін арнағандай болып. Сол сәтте Айзере түсінді. Вадимнен кек алу оның жанын емдеген жоқ, оның жанын тек осы мейірім мен жауапкершілік қана емдей алады екен. Ол Вадимнің тәркіленген дүние мүлкін тек ақша ретінде емес, Ақеркенің орындалмаған армандарын басқа балалардың бойында тірілтудің құралы ретінде көрді. Арада бірнеше ай өтті. Айзере мен Кәусар Германияның ең үздік клиникаларының бірінде болды. Ота сәтті өтті. Айзере 10 жыл бұрын өзі армандаған, бірақ жете алмаған сол бақытты сәттің куәсі болды. Кәусар отадан кейін алғаш рет көзін ашып, әпкесіне, енді ол Айзерені тәте емес, әпке деп атайтын, жымиып қарады. Әпке, мен енді ауырмаймын ба? Деп сұрады Кәусар. Ешқашан, жаным. Енді сенің жүрегің өте мықты, деді Айзере оның маңдайынан сүйіп.
Бұл уақытта Вадим түрменің ең қатал камерасында өз жазасын өтеп жатты. Ол өзінің миллиардтарын билігін емес, тек цистернадағы қараңғылықты күнде түсінде көретін. Ол үшін өмір тоқтаған еді. Ал Айзере үшін өмір енді ғана басталды. Бір күні кешкісін Айзере мен Кәусар саябақта қыдырып жүргенде, Кәусар кенеттен тоқтап: «Әпке, қарашы, қандай әдемі кемпір қосақ. Ақерке әпкемізде осыны көріп тұрған шығар, иә», деді аспанға қарап. Айзере аспанға қарады. Күннің нұры бұлттардың арасынан жарқырап шығып, жер бетін нұрға бөлеп тұр екен. Ол алғаш рет өзін қылмыскер немесе кекшіл адам емес, бақытты әйел ретінде сезінді. «Рахмет саған, Ақерке. Сенің өлімің маған өмірдің қадірін үйретті. Енді мен сен үшін де, өзім үшін де, Кәусар үшін де өмір сүремін», деп ойлады ол. Айзере Кәусардың қолынан ұстап, алға қарай басты. Олардың алдында жаңа, жап-жарық және кексіз, тек махаббатқа толы болашақ күтіп тұр еді.